Баршаңызға қайырлы күн. Алғашқы подкаст, алғашқы сан. Бүгін біз Яссауи университетінің көк алдындамыз. Біздің бүгінгі алғашқы қонақтарымыз осы университеттің студенттері, журналистика кафедрасының студенттері, 3-ші курс студенті Сандуғаш Бектұрова және Батырхан Үмітжан. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет, күшті. Күшті. Емтихандарға дайындық қалай? Күшті емес. Әлі басталғанда жоқ. Жалпы қалай сіздерге? Университет, оқу, сабақ, барлығы жақсы? Университет бәрі сабақ жақсы, иә. Рахмет. Экзаменге дайындық негізі жайлап басталып жатыр. Бүгіннен басталып жатыр, то есть подкасттан. Керемет. Сіздерде дайындық? Дайындық жақсы. Емтиханға 3-4 күн қалған кезде дайындық өше күшейеді. Енді бірі білсе, бірі білмес. Біздің университет, яғни Қожа Ахмет Яссауи халықаралық қазақ-түрік университеті Түркістан облысындағы номер 1-ші университет болып саналады. Сіздер халықаралық университетте оқисыздар. Енді сезім қалай осы университетке түскен кезде, оқып жатқан кезде, басқа университеттермен салыстырғанда? Айтқанда сезім кәдімгідей студенттік өмір. Жалпы ең бірінші біз келген кезде студентті былай түріне қарап таңдадық па, бір нәрсе қылдық қой жалпы да. Әдемі деген сияқты. Жалпы кәдімгі мақтанышпен айта аламыз, что біздің универ, былай мен осы универде оқимын деп айта алатындай келбеті бар, және де аты бар, сондай. Бірінші айтатын нәрсесі бұл халықаралық статусқа ие ғой енді. Еще Қазақстанда ашылған нөмірі 1-ші халықаралық университет. Енді тұңғыш президенттің өзі ашып берген деген сияқты. Дизайнның өзі мысалы қандай, архитектурасының өзі қандай, мысалы сырттан келген адамға бірден көз тартады, мысалы жақында ғана өткен мысалы олимпиада бар ғой, сол ар жақтан келді, республиканың түкпір-түкпірінен студенттер, бәрі айтады, сендер архитектурадан мықтысыңдар дейді. Даже жаңадан облыс болған біздің Түркістанның өзінің инфраструктурасының өзі қазақи нақышта дейді да. Байқалмау мүмкін мысалы адамдарға, бірақ біз шетелден келген екен, мысалы шет қаладан келген екен, бізге ол бірден білінеді дейді мысалы. Енді сәулет, барлығы халықаралық статус, барлығы керемет. Енді осы жерде мен осы жердің өзім студентімін ғой. Көп естіп жатамыз да, осы мен өзім Алматыға түскім келіп еді, Астанаға, елордамызға түскім келіп еді, сол жақтағы ұлттық деңгейдегі университеттер таңдағым келіп еді дейді. Сіздердің таңдау не үшін таңдадыңыздар бұл университет? Неге келдіңіздер Түркістан? Неге Түркістан? Неге Алматы емес, неге Астана емес? Жалпы жасыратын ештеңесі жоқ. Менің де өзім бас кезде осы Алматы қаласына түскім келген. Алайда бізде осы мектебімізде сабақ берген менмін деген мұғалімдердің біразы бізде осы қазақ-түрік университетінің Кеңес берді. Кеңес берген жоқ. Менің деген ұстаздарының біршамасы осы универді бітірген бізде. Бізге всегда айтады да осылай, ой, сендер универді жай ғана Түркістанда тұр деп ойлап жүрсіңдер, бірақ алайда білімі деген оны қандай білесіңдер ма деген сияқты көптеген әңгімелер айтатын. Негізі солардың әңгімелерінен ақ, немесе берген білімдерінен ақ байқауға болады, бұл жерде білім өте жоғарғы деңгейде екенін негізі. Оның үстіне бізде ең бірінші қызықтырған нәрсе осы бізде негізі қазақ-түрік университеті болғандықтан біз осы Турцияға тікелей жолдама бар, немесе сол жақта оқи аламыз деген сондай ниетпен келдік қой. Жалпы қызықтырған сол. Енді сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме білмеймін, бірақ біздің бұрынғы ректорымыз Болотбек Әбдірасилов осы университетіміз жайлы дерек айтқан болатын. Біздің университетіміз Түркістан облысы бойынша жағдайы төмен отбасыларға икемделген. Сол жағдай төмен, көп балалы, әлеуметтік жағдай төмен нелер түсу үшін біз соған жағдай жасадық деді. Оқу ақысы ең төменгі болып саналады. Бүкіл Қазақстан бойынша жатақхана да, асхана да барлық төмен болып саналады. Енді биыл жаңа ректордың келуімен бірге барлығы біледі енді. Бүкіл Қазақстан білмесе де жарты Қазақстан біледі, жаңалықтарға шықты, барлық жерге шықты. Барлығының бағасы көтерілді, оқу ақысы да көтерілді, жатақхана бағасы да, асхана бағасы да. Бұған деген пікірлеріңіз? Ол тек біздің университетте болып жатқан ситуация емес та, ол бүткіл елде, қоғамда болып жатқан нәрсе. Оны жаңа ректордың келуімен байланыстырып, меніңше керек емес. Сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы негізі Сандуғаштың айтқанмен расымен қосыламын. Барлық жерде көтеріліп жатыр ол бағалар. Оның үстіне біздің универ расымен де сондай төмен жағдайдағы арналған, сондай отбасыларға арналғанда. Өйткені мысалға біз ең бірінші курсқа келген кезде жатақхананың бағасы 25 мың теңге болды, иә. Біз ойлап тұрмыз, кәдімгі айына 25 мың ба деген сияқты. Сөйтсек жоқ, олай айына емес, жылына 25 мың. Ол деген біз үшін кәдімгідей таңғаларлық жағдай болды да. Себебі басқа қалаларда көрсең ең нормально деген бағалар ол
120 мыңнан сондайдан басталады да, ал бізде бар болған 25 мың. Ал қазіргі көтерілгені жылына 60 мың теңге. Бізде 60 мың теңге негізі ол өте төменгі баға ғой. Бізге просто жаңалық болды, не үшін ол 25 мыңнан сразу 60 мыңға көтеріліп кеткесін ғана сондай таңғалып қалдық та. Ал былайша негізіне келгенде ол өте қалта көтеретін баға. Иә, тиімді баға. Енді дұрыс, университет базасында оқып жатырмыз. Біздің университет негізінен жалпы алған кезде сәулет құрылысы әдемі, бірақ енді жатақхана да сол университетпен бірдей уақытта салынған. Жатақхананың жағдайы жайлы не айтасыздар? 25 мың кезінде енді барлығы айтады, 25 мың кезінде соған лайық еді. Біз сол условияның барлығы соған лайық еді дейді. Ал қазір енді басқа үлкен қалалардан келетін түлектер бар бізде. Үлкен қала жақсы өмір сүрген түлектер бар. Енді нашарлап жатады көбіне. Жатақханада 3 жыл тұрып жүрген адам ретінде айтайын, жатақхананың жағдайы жақсы. Бірінші баға көтерілгеніне байланысты шу шықты ғой, былайша айтқанда. Біреу бағаны ойбай көтеріп тастады, ой условиясы жоқ қой, андай мұндай деп мысалы әртүрлі әр адам пікірін білдіріп жатты ғой. Бірақ жатақхана былайша айтқанда қолайлы ғой. Сіз кез келген адамнан сұраңыз, Түркістанда мысалы пәтер жалдап тұру жақсы ма, немесе жатақхана жақсы ма? Жатақхана біріншіден қауіпсіз, одан кейін қолайлы, бағасы қолжетімді, ол жақта бізде апайлар қадағалайды. Одан кейін ол университеттен салынған бір университетпен бір қалайсақ болады, бірдей салынған уақытта ол ескіріп қалған деген дүниелерді ойлайтын адам меніңше қателеседі. Себебі бізге жатақханаға ақша бөлінеді жыл сайын. Одан кейін мысалы біз карантинде мысалы 2-ші курста келе алмадық па, біз жатақханаға биыл келдік. Жатақханада кәдімгідей өзгерістер болған. Еденді ауыстырған, студенттерге не бар, сол жағдайлардың барлығын жасаған. Бізге даже шатырды ауыстырған. Ол да бар, иә. Спорт залымызды, мысалы фитнес залында құрастырып берді, оқу залының өзі неге тұрады. Жатақханаға келгенде ешқандай претензиям жоқ деп айтсам болады. Сандуғаштың пікірінен байқағаным, мысалы деген сөзді өте көп қолданады екен. Сіздің пікіріңіз қалай бұл? Жағдай, условия деген. Жағдай. Біз енді шынымен келсе үйреніп қалдық қой, расымен қанша жыл тұрып келе жатырық. Енді ана Алматы, Астана деген қалалардан келгендер, ой, анау жоқ, газы жоқ, немесе холодильник жоқ деп айтуы мүмкін. Бірақ енді біз үйреніп қалдық. Бізге үйреншікті да оның бар, сондықтан да негізіне қолайлы. Адам өзінің комфортын өзі жасайды да. Ол мен мына жерге келіп қалдым, ой мына жерде мынандай жоқ деген нәрсе емес. Адам өзі жасау керек та. Адам өзінің комфортын өзі құрастырады да. И біз сол нәрсеге түсе алдық. Осы жағдайға бейімделе алдық та біз жатақханаға келген кезде. Ой, жатақхана мынандай екен деген жоқпыз. Керемет, енді мынандай екен деп жатқандар өте көп екен. Оны есілдік. Жалпы түлектердің көзқарасымен қарайтын болсақ, бұл жатақханада жағдай өте жақсы. Себебі сізге бірден жақсы өмірді бермейді, дайын нәрсеге сұнбайды, үлкен өмірге дайындайды. Енді газ жоқ болуы, ол электр пештерін қолдану керек ол жерде. Газ деген қауіпті, студенттер үшін де жас енді. Біріншісін соны айту керек. Үлкен өмірге енді қадам басатын адамдар үшін ол өте қауіпті болып саналады. Сондықтан да ол қауіпсіздік жағынан өте жақсы. Енді жатақхана жайлы айттық. Асхана жайлы пікірлеріңіз қандай? Титаник? Иә. Студенттердің арасында Титаник аталып кеткен орталық асхана бар. Қазақстандағы ең арзан асханалардың бірі болып саналады. Иә. Бағасы мен тамақтың сапасы сәйкес келе ме, пікірлеріңіз қандай? Жалпы сол жердегі мәзірге деген пікірлеріңіз қандай? Енді бізді болашақ түлектер көреді ғой. Бізге түскісі келетін, бізді қалайтын, талапкерлер. Соларға қалай айтасыздар? Біздің асхана жайлы пікірлеріңіз. Менің ойымша, жалпы негізі асхананың менюі да, немесе бағасы да өзіне лайықты. Ол жерде первый бар, второй бар, еще саған соңды береді. Байқасаңыздар, бізде жаңағы асханада всегда андай студенттердің организмге тез қорытатын пайдалы тамақтарды береді да. Енді бұл жерде айта кететін бір жайт бар. Біздің қазір түсіріп отқан Ерқанат есімді операторымызға мысалы ол жердің тамағы мүлде ұнамайды. Ол жерден шықсам болды, мен нем бар сіңіп кетеді. Титаниктің есігінен шығам, бұл тамақ сол жерде қалады дейді. Оған пікірлеріңіз не? Айтып жатырмын ғой, жаңағы ол организмге жалпы тез қорытылатын тамақтарда негізінде былайына салауатты өмір салты туралы айтып кететін болсақ, солай кіріп кететін болсақ, ол өте жақсы негізі. Ал бірақ та енді білмеймін, енді ер кісілер көп былайына көп жұмыс істейді, немесе оларға енді андай қайтып айтсам болады, кәдімгі бір тамақ болатын нәрсе деп айтады ғой, сондай нәрсе іздейді да. Ал енді ол көпшіліктің тамағы болғандықтан көпшілікке арнап жасайды да оны. Ол бір адамның желаниясына қарап істемейді оны.
сіздің пікіріңіз қандай? Мысалы бізде Титаник бар, оның бағасы қолжетімді деп айтамыз ғой. Мысалы біз университетке түскен жылы, біз қазір 3-ші курспыз ба, 250 теңге болды да. Бізде мысалы баяғыда 180 теңге болған дейді. Мысалы біз 250 теңге болған кезінде айтатын едік қой таныстарымызға, ой біздің универде 250 теңгелік асхана бар вообще. Саған первыйыңды береді, второйыңды береді, салаты бар, айран, или болмаса жаңағыдай компот тоже нанымен қосып береді деген сияқты ше. Титаник ол тамағы да жақсы, енді әркімге әрқалай ғой, әркімнің пікірі әрқалай деген сияқты. Тамағы да жақсы, ондағы апайлар да жақсы, одан кейін барлығы да қалай айтсам болады, қызметтеріне адал істейді да, сен өзіңнің ішкен асыңды қалай айтсам болады, бір ризашылықпен ішіп кетесің да. Енді ойын жинақтай алмай жатыр біз. Енді біздің Титаник асханасы, мен өзім оқып жатқан студент ретінде айтатын болсам, Титаниктің негізгі ерекшелігі ол жерде майлы тағамдар қолданылмайды. Барлығы адам денсаулығына пайдалы, кері әсер бермейтін. Енді адамның асқазанына қатты ауырлық түсірмейтін тағамдар, сондықтан ол бағасына, сапасы барлығы сай деп ойлаймын. Енді біз қазір осы жерде жайма-шуақ күннің астында, университеттің алаңында осылай подкаст түсіріп өзімізді емін-еркін сезінуге ықпал жасап отырған университетіміздің білімі жайлы айтайықшы. Оқу сапасы жайлы. Енді біз жалпы басқа мамандықтарды білмейміз, медицинаны да білмейміз. Бізде енді көбіне медицинамен таниды ғой. Қожа Ахмет Яссауидің медицинасы жақсы, стоматологиямен таниды. Өзіміздің журналистиканың білім сапасы жайлы айтайық. Болашақ талапкерлерімізге, түлектерімізге. Университеттің білім сапасына келген кезде ешқандай қайтсам болады бір даттайтындай дүние жоқ. Барлығы жоғары деңгейде деп айтылам. Әсіресе журналистикаға келген кезде жоғары дәрежеде біз білім алып үстінеміз. Оның үстіне бізде практика өте жоғары деңгейде, себебі бізде мысалы қаншама қаламен, үлкен Алматы, Астана, Шымкент, Атырау деген сияқты көптеген қалалармен бізде договор бар да. Сол договор арқылы біз немесе 6 айға оқып келе аламыз, немесе сол қалаларға практикаға бара аламыз. Негізі бізге ағайлар, журналистика кафедрасы бізге өте жақсы мүмкіндіктер беріп қойғанда, оның үстіне осы қаламыздағы, осы Түркістан қаласындағы бізде жаңадан ашылған медиалар болсын, соларға да бізде практикалар алып бере алады, немесе солардың апайлармен байланыстырып бізге бір проект құрып бере алады деген сияқты. Жалпы білімі өте жоғары, білімнен бөлек осы студенттерге де өте көп мүмкіндіктер береді негізінде. Керемет. Енді атап айтатын болсақ, бізде арнайы жабдықталған телестудиямыз бар, радио студиялары бар. Енді практикамен айналысам деген студентке барлық жағдай жасалған. Телекамераларда жұмыс жасайды, дыбыс жазу аппараттары да. Енді мамандыққа ден қойған студенттерге былай жатқан кезде барлық жағдай жасалған. Оқытушылардың өзі тәжірибелі. Тағы енді жақында ғана білесіздер, барлығымыз атсалысып сонда жүрдік. Бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпіріне журналистиканың студенттері келді. Олимпиада жайлы айтасыздар енді. Біз үшін ол өте бір абыройлы шара болды. Өзіміздің әл-ауқатымызды көрсеттік басқаларға. Бізде де осындай журналистика кафедрасы бар, бізде осындай мүмкіндіктер бар деп өзіміздің кім екенімізді дәлелдедік. Енді ол олимпиаданың ерекшелігі жылда өтеді. Жылда тек бірінші орын алған университетте ғана сол өтеді. Енді атап айтатын болсақ, былтырғы жылы Атырау қаласында өткен осы олимпиадада біздің студенттеріміз бірінші орын алған. Оның мүшесі Сандуғаш Бектұрова бар. Жалпы олимпиада жайлы. Ауыспалы кубокты жеңіп алды ғой жалпы. Олимпиаданың ең сосын журналистика саласында қазір бізде болып жатқан дүниелердің барлығын көрсетіп беру. Соны айшықтау, көрерменге жеткізу, оқырманға жеткізу деген сияқты. Өзіміздің аудиторияны қалыптастыру деген сияқты ғой. Олимпиада шыны керек, вау дегендей деңгейде өтті. Өте жоғары деңгейде өтті. Өте жоғары. Ұйымдастырушылық жағынан да, одан кейін келген қатысушылардың өздері риза болып кетті. Біз қаншама достар таптық Қазақстанның әрбір қаласынан ше. Әлі күнге шейін хабарласып тұрады. Түркістанға өте хабарласады. Бізге жаңа достарды да сыйлаттырды. Одан кейін өзіміздің журналистика саласында біз білмеген дүниелердің барлығын бізге үйретіп кетті деп айтуға болады. Керемет. Мен де өзім хабарым бар ол жайлы. Жалпы болған кезде біз енді жүлделі орындар алмасақ та сендердей дос таптық, болашақ маман, әріптес таптық деп кеткен студенттер қаншама. Енді оның ішінде сәл кереғар пікір туғызғандар да бар. Олардың енді жұмыстарымыз салыстырып көрдік. Бірінші, екінші, үшінші орын алған нелермен, университеттердің жұмыстарымен жаңағы нашар пікір туғызған университеттердің жұмысын салыстырсақ өте төмен деңгейде.
ол кісілер де пікір білдіруден қашты. Ол жайлы не дейсіздер? Енді болады ғой ондай нәрсе. Біреу қалай айтсақ болады, жеңілген күреске тоймайды дейді ғой. Біткен іске сыншы көп. Иә, солай да айтуға болады. Әркімнің пікірі әрқалай. Біреу жеңілісті қабылдай алады, біреу қабылдай алмайды деген сияқты. Бірақ көп адам біледі әділ өткендігі туралы. Ал әділ өтпейді деп санағандар бірінші өздеріне қарау керек. Бірінші әрбір адам қалай ережеге сай дайындалды ма, солай алып келу керек жұмысын. Ережеге сай емес пе, сенікін дұрыс емес деді ма, сен оны қабылдай білуің керек. Иә. Енді даулы болған мәселелер бойынша біз ол кісілер жұмыстарын көрсетіп, салыстыруды талап етіп көрдік, сұрап көрдік, бірақ жауап болмады, бәрімізді блокқа тықты. Енді бұда не айтамыз? Бізде барлығы керемет өтті. Иә, өзіміз жақсы деңгейде өткіздік. Бір ғана пікір болды ғой. Күшті болды қайта. Керемет тәжірибе. Бұл біздің университетіміз үшін үлкен бір абыройлы іс болды да. Енді не дегенмен жауапкершілікті алып отырсың. 16 білім ордасынан келіп, қатысушылар қатысады, жетекшілермен бірге ұйымдастырушылық жағына сөз жоқ деп ойлаймын. Түркістанға жаңадан келген адам үшін біздің бағдарламамыз өте керемет болды. Түркістанның әрбір жерін аралады. Ешқандай уақыты бос өтпеді. Ең бастысы біздің университетте осылай студенттердің бір-бірімен араласып, конкурстарға, республикалық байқауларға қатысуына жағдай жасалған. Иә. Қонақтарды күтіп алуға, немесе басқа жаққа қонақ болып баруға барлық жағдай жасалған. Енді журналистика жайлы, университет жайлы біраз сөз қозғадық. Талапкерлерге, бізді көріп отырған түлектер, мектеп түлектеріне, бізге, болашақ біздің студенттерімізге пікірлеріңіз, кеңестеріңіз, ақылдарыңыз не айтасыздар? Егер расымен де білікті маман болып шығамын дейтін жас талапкер болатын болса, онда біздің оқу ордамыз ол сіздерге көптеген мүмкіндіктер бере алады. Сізді жақсы маман иесі болып шығара алады. Сіздер бұл жерден тек жақсы жоғарғы білім ғана емес, сіздер бұл жерден өздеріңіздің орталарыңызды қалыптастырып кетесіздер ең алдымен. Өте жақсы ортаға түсесіздер. Себебі бұл жерде тек Қазақстанның жан-жағынан ғана келген емес, осы түбі бір түркі халқы дейді ғой. Сол түркі халықтарының басын біріктірген университет болғандықтан, тек қазақстандық емес, өзге мемлекеттерден де өздеріңіз достарыңыз таба аласыздар. Жалпы айтатынымыз, біздің университет расымен де өте керемет. Біз өз басымыз өкінбейміз. Осы универге түскенімізге мақтан тұтамыз. Әрқашанда қай жерде жүрсек те, осы біз Қазақ-Түрік университетінде оқығанбыз деп мақтанышпен айтып жүре аламыз. Сондықтан да келіңіздер біздің университетке. Бұл университетте ХТУ-да біздің журналистика мамандығының майталмандары дәріс береді. Одан кейін бірінші оқуға түскен кезде ойлау мүмкін, бұл расымен де менікі ма, немесе қандай ортаға тап боламын деген сияқты жоқ. Бұл ешкімге күмән тудырмайды. Себебі біздің қазір университетте дамушы ортамыз бар. Осы отырғандарымыздың бәріміз мысалы университетпен мақтанамыз. ХТУ бұл мүмкіндіктер алаңы, сізге мүмкіндік сыйлаушы, сізді жан жағынан ашушы. Одан кейін барлық балаларды барлық жағынан шыңдай түсетін университет. Ал журналистиканы таңдаған болсаңыз, сіз мүлдем қателескен жоқсыз, себебі сізді шыңға шығаратын, одан кейін өзіңіздің біліктілігіңізді арттыратын бірден бір университет осы ХТУ. Біздің университетте ерекше, кең көлемдегі өздеріңіздің жас шақтарыңызды өткізіңіздер, бізбен бірге дамыңыздар. Сосын стипендияны айтайық та, бізде Қазақстандағы ең жоғары стипендия бізде журналистика, жалпы ХТУ-да. Өздеріңіздің жастық шақтарыңызды, өздеріңіздің кереметтей балғын сәттеріңізді бізбен бірге өткізіңіздер. Мәңгіде сәнді етіп. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті сіздерді күтеді.